Умар ибн Хаттаб неге кірді дейді ғой. Барлығы түйедегі адамдарға сәлем. Түйедегі адамға сәлем беріп жатыр да бәрі. Түйеде қызметшісі қотқан. Сөйтіп Омар деп сәлем беріп, Омар сөйтсе ноқтаны ұстап келатыр дейді ғой. Аллар құлаған ғонан кішіпейілген. Не қылған адам мынау деп ше. Қаншама әлемді басқарып тұрса да, мен парсыны құлатқандай Омар келатыр алдарыңда демей, Рим, Византия империясын құлатқан Шығыс Рим империясын. Екі империяны бір жылда құлатқан 15-ші жылы хижреттің. Пайғамбар дүниеден өткеннен 5 жылдан кейін. Сондай адам осындай қарапайымдылығын сақтап қалғанда, ана жаңағы Аяз би алыңды біл, құмырсқа жолыңды біл деген сияқты үйіне баяғы ескі несін іліп қояды ғой. Шапан, баяғы жоқ кездегі шапан. Соқсап, біздің жаңағы мансабымыз, билігіміз, байлығымыз, немесе дүниеміз, немесе авторитетіміз, немесе киіміміз естемеу керек, бізді қарапайымдылығымыздан алыстатпау керек қажекелер. Адамдар ойлайды дейді. Абырой. Тәкаппарлықта өзін көрсетуде деп ойлайды дейді. Киімде бірден. Абырой дейді, кішіпейілдікте дейді. Абырой кішіпейілдікте. Айша анамыздың сөзі бар, құлшылықтың ең ұлысы қарапайымдылық деп айтқан екен. Қарапайым. Қандай болса да, заман қандай болып жатса да, сен өзіңнің адам қалпыңды сақтап қалуымыз керек екен.